Соңғы қоңырау түні жоғалған қыз 20 жыл өтсе де мектепке қайта оралады. Мектепте түнде қоңырау өзінен өзі соғады. Бірақ ең қорқыныштысы оны кім шақыратыны. Айгүл бір ақ көйлекті қызды көрді. Сол сәттен бастап соңғы қоңырау ешқашан аяқталмады. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен. Арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Достар, маған 1000 подписчик жинауға көмектесіңіздер. Алда сіздерді өте қызықты, қорқынышты және сапалы видеолар күтіп тұр. Қолдау көрсетіп, каналға тіркеліп кетіңіздер. Мамырдың соңғы күндері еді. Қала шетіндегі ескі номер 17-ші мектепте соңғы қоңырауға дайындық қызып жатқан. Бірақ бұл мектеп туралы жұрт арасында бір түрлі әңгіме көп болатын. Түнде дәлізден аяқ дыбысы естіледі. Бос сыныптардан жылаған қыздың үні шығады деген сөздер тараған. 11-ші А сыныбында оқитын Айгүл бұндай әңгімелерге асай сене бермейтін. Ол ақылды, бірақ тым сезімтал қыз еді. Соңғы қоңырау жақындаған сайын ішінде түсініксіз қорқыныш көбейіп жүрді. Бір күні дайындықтан кейін бәрі қайтып кеткенде Айгүл телефонын ұмытып кеткенін байқап, мектепке жалғыз қайта кірді. Мектеп іші тым тыныш еді. Дәліз шамдары әлсіз жанып тұр. Қабырғалардан ескі әктің иісі шығады. Терезелерден кешкі күннің қызыл сәулесі түсіп, бүкіл мектепті қан түстес қылып көрсетіп тұрды. Айгүл 3-ші қабатқа көтерілгенде бір түрлі дыбыс естіді. Сыңғыр. Біреу қоңырауды жайлап шайқап тұрғандай, бірақ мектепте ешкім болмауы керек еді. Ол бояу акт залына жақындады. Есігі ашық тұр екен. Ішке кіргенде сахнаның ортасында ақ көйлек киген бір қызды көрді. Арқасымен тұр. Ұзын қара шашы жерге дейін түсіп тұр. Кімсің деді Айгүл дауысы дірілдеп. Қыз жайлап бұрылды, бірақ оның беті жоқ еді. Тек қара қуыс. Айгүл айқайлап қашып шықты. Артына қарауға батылы жетпеді. Дәлізбен жүгіріп келе жатқанда артынан темір қоңыраудың қатты үні естілді. Сол сәтте бүкіл мектептің шамдары өшіп қалды. Келесі күні Айгүл болған нәрсені достарына айтты, бірақ ешкім сенбеді. Қорқынышты кино көп көресің деді Дана күліп. Тек сыныптас жігіт Арман ғана үндемей қалды. Сабақтан кейін ол Айгүлді кітапханаға шақырды. Мен де бірдеңе көргенмін, деді ол жай дауыспен. Кітапхананың ең түкпірінен олар ескі мектеп альбомын тапты. 2004 жылғы суреттердің бірінде Айгүл кешегі қызға ұқсас оқушыны байқады. Аты Алина. Суреттің бұрышында қара сиямен соңғы қоңыраудан кейін жоғалды деген жазу тұр еді. Сол кезде кітапхана ішінен біреу ауыр демалғандай дыбыс шықты. Айгүл мен Арман жалт қарады. Кітап сөрелерінің арасында біреу тұрғандай болды. Ұзын шаш, ақ көйлек, көз орны қап-қара. Бір сәтте жарық жыпылықтап өшіп қосылды. Ал әлгі бейне жақындап қалған еді. Мектептің еден жуушы апайы бастапқыда ештеңе айтқысы келмеді. Бірақ Айгүл мен Арман қайта-қайта сұраған соң сыбырлап қана сөйлесті. Бұл мектепте бұрын бір қыз жоғалған. Соңғы қоңырау күні, содан бері тыныштық жоқ. Ол қайда кеткен, деді Айгүл. Апай көзін төмен түсірді. Ешкім таппаған. Сол түні Айгүл түс көрді. Қараңғы дәліз, ескі қоңырау, ал біреу сыбырлап жертөлеге түс дей берді. Таңертең ол Арманды ертіп мектептің жертөлесіне түсті. Төменде ауа тым суық еді. Қабырғалар дымқыл, төбеден су тамшылайды. Түкпірде ескі ағаш есік тұр екен. Есіктің бетінде тырналған іздер бар. Арман есікті итеріп ашқанда іштен шіріген иіс шықты. Бөлменің ортасында сынған орындықтар мен шам басқан заттар жатыр. Ал қабырғада бір сөйлем жазылыпты.
ол әлі кеткен жоқ. Сол сәтте есік тарс жабылды. Айгүл артына бұрылғанда қараңғы бұрышта әлгі қыздың тұрғанын көрді. Бұл жолы оның бетінде ауыз пайда болған, тым үлкен, адамдыкіндей емес, жайлап күліп тұр еді. Соңғы қоңырау күні жақындаған сайын мектепте оғаш жағдайлар көбейді. Түнде күзетші қоңыраудың өзінен өзі соғылатынын айтты. Бір мұғалім бос сыныптан көмектесіңдер деген қыздың дауысын естіген. Ал Айгүл күн сайын бірдей хабарлама алатын болды. Белгісіз нөмер, сен келесісің. Соңғы қоңырауға бір күн қалғанда Айгүл үйіне қайтып келе жатқан. Көшеде адам аз. Кенет артынан мектеп қоңырауының үні естілді. Ол артына қарады, ешкім жоқ. Бірақ қарсы беттегі терезеден ақ көйлекті қыз көрінді. 4-ші қабатта қозғалмай қарап тұр. Айгүл телефон камерасын қосып түсірмек болды. Бірақ экранда әлгі қыз тым жақын көрінді. Дәл камераның артында тұрғандай. Сосын экранда сыбыр естілді. Айгүл. Телефон өзінен өзі сөніп қалды. Арман интернеттен ескі жаңалықтарды тауып алды. 2004 жылы соңғы қоңыраудан кейін Алина есімді қыз жоғалған. Ресми түрде үйден қашып кеткен деп жабылған. Бірақ шындық басқа еді. Алинаға сыныптастары қорлық көрсеткен. Сахна артына қамап кеткен. Қыз айқайлаған. Бірақ музыка дауысынан ешкім естімеген. Содан кейін ол із-түзсіз кеткен. Айгүлдің денесі мұздап кетті. Сол түні ол тағы түс көрді. Бұл жолы Алина жылап тұрды. Беті қан емес, қара көлеңке секілді. Олар мені тастап кетті, деді ол. Не қалайсың, деді Айгүл. Алина жайлап басын көтерді. Соңғы қоңырау әлі біткен жоқ. Сол кезде артынан 100 қоңырау бірдей соғыла бастады. Соңғы қоңырау кеші басталды. Бәрі күліп, ән айтып жүрді. Тек Айгүлдің жүрегі тыныш емес еді. Сахнаға шығар алдында жарық кенет сөніп қалды. Бүкіл мектеп қараңғыға батты. Сосын динамиктен ескі бұзылған дауыс шықты. Түгел осында қалыңдар. Балалар шулап кетті. Есіктер ашылмай қалды. Терезелер тарс-тарс жабылды. Бір қыз айқайлап жіберді. Сахна артында біреу тұр екен. Ақ көйлек, ұзын шаш, бетінің орны қара тесік. Алина баяу алға жылжи бастады. Қай жерден өтсе шамдар сөніп қалады. Балалар жылап, жан-жаққа қашты. Бірақ дәліздер өзгеріп кеткен еді. Бір жерге қайта-қайта алып келеді. Айгүл ғана Алинаның оған қарап тұрғанын байқады. Сосын әлгі рух қолын созды. Мені тап. Айгүл Алинаның жоғалған жерін түсінді. Сахнаның астында жасырын бөлме бар еді. Арман екеуі еденді ашқанда астынан шіріген ескі лента, қыздың күнделігі және тот басқан қоңырау шықты. Күнделіктің соңғы бетінде егер біреу мұны тапса, мені ұмытпаңдар деп жазылыпты. Сол сәтте бүкіл мектеп дірілдеп кетті. Қоңырау өзінен өзі қатты соғылды. Қараңғылық арасынан Алина шықты. Бірақ бұл жолы оның бетінде көзі бар еді. Адам сияқты, бірақ тым қайғылы. Айгүл қоңырауды жерге лақтырып сындырды. Сол мезетте бәрі тынышталып қалды. Жарық қайта жанды. Алина жайлап күлімсіреді. Сосын көз алдында түтін сияқты жоғалып кетті. Ертеңіне мектеп уақытша жабылды. Ал оқушылар болған оқиғаны ешкімге дәлелдей алмады. Бірақ содан бері нөмір 17 мектепте соңғы қоңырау өткізілмейді. Өйткені кей түндері бос дәлізден әлгі күнге дейін баяу қоңырау үні естіледі. Ал қараңғы терезеден бір қыз қарап тұрады, дейді. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет. Олар мені тастап кетті. Соңғы қоңырау әлі біткен жоқ. Құрметті көрермен, арнаға тіркеліп, қазақша контенттің дамуына қолдау көрсетіңіз. Егер сіз білетін қорқынышты оқиғалар болса, пікірге жазып кетіңіз. Сондай-ақ, өзіңізді хоррор форматта көргіңіз келсе, маған жазыңыз.